той өткізген кезде екі жас қосылады ғой, сезіміңіз болады ма? Ой, бұл осылар семья болмайды ау деген сияқты. Алладан мен дұға етіп тұрамын, енді жақсы болып кетсін деп ше. Кейде анау келін болады мысалы, сол кезде бір жағам ұстадым мен. Невеста шықпаймын деп жатыр дейді. Я говорю, почему? Пускай это с, боғал сөз с, переоденется дейді. Кім ол десе, енесін айтып тұр. Почему она делала белое платье? В этом вечеринке в белом платье только я должна быть дейді. Ничего себе. Представляете, енесі күшті аппақ көйлек киіп алған, енді жай спокойно көйлек ше, летний көйлек. 1,5 сағат түскен жоқ, все таки түскен жоқ келіп. Енесі барып машинаны жіберіп, киім алдыртып, өзінің домашний киімін, мына киімді өзі бәленбай жыл күтіп, тіктіртіп жасаған ғой ақ көйлек. Амал жоқ, үйіндегі просто оранжевый киімді алып келді, сонымен киіп тұрды ғой. Невеста түсу үшін. Пускай все идут на, деді ғой. Это моя свадьба. Я здесь решаю деді. Сенің ақшам бізде деді ғой маған. Мен айттым, ты со мной так не разговаривай. Мне надо будет, когда развернусь, уйду дедім. Мені келіп алып кетті. Кешірім сұрайын деп, туғандар, бір ниетін ішті деп. Я этой с сказал дейді да, енесін айтып тұр с деп. Чтобы она не одела белое платье, она на принцип не одела сейчас деп почти отыр ғой. Сен айтсай бір нәрсе десем, жаным, тут чуть-чуть потерпи, потом ты их вообще не увидишь дейді. Сөйтіп бөлек тұрайын деп отыр екен өздері квартира алып. Вообще не увидишь, они вообще не придут к нам. Өйткені мен шешесі өскен адам. Для меня это был удар, прям большой удар болды. Мен жүрегім езіліп кете жазаты бар ғой. Біреулер бар ғой, анасына осыны жеткізіп қойып тұр, біреулер сол анаға мәжбүр болып жүрді, мен мәжбүрмін да ондай. Хотя бір анам болса ғой деген сияқты, әкем болмаса да түрі анам болса ғой, құлыншағым деп басынан сыйлайтын ше. Университет басқармаймын кетіп қалып жатқан кезде маған кісі бастада мен сен шақырдым өтініш, мен үшін қоя салшы дегеннен кейін барып қойдым да, бірақ тойды бар ғой, мощный қылдық қой. Екі жасты ортаға шығарып алып насихат қой елдің көзінше. Әке шешелерін құрметтеңдер, сендер мынадан басқа сендерде ешкім жоқ, сендер ешкімге керек емессіңдер. Кто вам говорит, что я родной, поверь. Ертең сен басынан боқ келген кезде, қиыншылық келген кезде, солар все развернутся, они только с вами останутся деп ше. Елдің көзінше айтып, халықты біліп тұрды, ана келіні мінезінің олдың бұзау екенін ше, овация ұстайды ғой. Дұрыс айтасың деп ше. Ана екеуі бірлене қарап, салбырап ше. Сол кезде бір рахаттанып тұрып жеңілдендім ғой мен.